Кек Сенімді түрде айттым. сізбен қосылғаны Аида мен Нұрдәулетке бәрібір мысалы. Жоқ, мен де соны айтып тұрмын ғой, вот именно бәрібір деймін да Аидаға. Бірақ мен ол ақпаратқа сенгенім де өзінің сөзіне де бола болды. Жаңа мен не туралы әңгіме болған, Аиданың өзіне жеке барып айттым. Себебі оны эфирде айтқым келген жоқ негізінде. Және Аидадан да біраз нәрселерді естідім деген сияқты. Диана ханым, мен айта салайыншы, негізінен еңлік өз-өзіңді сатып беріп отырсың да мына жерде. Шыж-быж болып, жаңағы, егер өтірік болса, сен эмоция егер өтірік болса, былай айтайыншы, тоқташы, мен тыңдап алшы бірінші. Шын ниетің жоқ екенін, жалпы таныстыққа деген ниетің жоқ екенін, барлығын осы жерде кәдімгідей мойындап тастадың деген сияқты. Мен бұрыннан мойындап жүрмін ғой. Мағжанды ұнатпағаныңда уже сразу ақпарат келді, болды, қуандың, все болды, мен жертваның рөліне кірем қазір, только Мага кінәлі деген сияқты. Алдында мен Магадан сұраған тұғым, осындай бір ақпарат келіп жатыр екен ғой деген кезде, жоқ ой, ондай нәрсе жоқ, мен шынымен де еңлікпен шын ниетпен танысып жүрмін деген кезде мен шынымен сөзіне сендім да. Ал еңлік саған қарасақ, мүлдем сен тұрмысқа шығуға дайын қыздардың қатарынан емессің. Жаңа айтасың, анамның көңілі үшін деп, онда анаң жаңағы көңілі үшін болса, анаңды қасыңа отырғызып таңдасайшы онда. Аха, отырғызып қоямын. Хадиша, жаңалық айтқанда айтпашы, мен ешқандай көңілім жоқ екенін барлығы біледі, оны өзім де мойындап давно айтып тастағанмын. Және де тұрмысқа шығуға дайын емессің деп айтып жатсың ғой, саған да қаншама үміткер келді. Сенің де түрің осындай болып отырды, сенің үміткерлерің өзі-ақ қашып кетті деген сияқты ғой. Негізінде кез келген қыз дайын, егер де адамды ұнатса. Сенің өз ситуацияңда мені тықпыштап керек емес деп тағы да айтамын. Жоқ, жігіттер саған реально андай таныстыққа деген ниетін білдіріп жатса, ал сен өзің қашасың да, не үшін қашасың деймін да, егер тұрмысқа дайын болмасаң, өзің орындығыңды босатып басқа мұқтаж. Мен дайын екенмін деп, любой маған көңілін білдірген жігітке мен тұрмысқа шығып кетпеймін. Мен 20-дағы жап-жас қызбын, әдемімін. Сен мынандай көкбеттігіңмен байға келмейсің. Аха, сен өзің көкбеттігіңе қарабашы. Менің көкбеттігімде шаруаң болмасын сен қыз. Сенікінде 20 жасар қыз болып алып, менің көкбеттігімде шаруаң болмасын. Бәдіктенбей ақ қой олай. Сен менен үлкен сияқты сөйлемей ақ қойшы. Арамыз екі шағы жасын. Енді Диана ханым пікірлерге сүйене отырып, еңліктің аузынан